Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай оладьидің рецептісімен бөлісемін. Бұның ең қызық жері бұл балықтың икрасынан жасалады. Кейбір кезде балалар балық жемейді ғой, сол кезде осылай икрасынан оладьи жасап берсеңіздер, балалар тезде жеп қояды. Өте дәмді, дәруменделген мол тағам. Мен осылай икрамызды аламыз да, осындай сита ыдыс болса тіпті жақсы. Өстіп экранның үстін кішкене кесіп жіберсеңіз, пленкалары алынады да, уже ішіндегі икрасы ыдысқа барлығы түседі. Осылай өткізіп алам барлығын. Өткізілген икрамыздың үстіне бір жұмыртқамызды салып, одан кейін жарты шай қасықтай тұзымызды, жарты шай қасықтай бұрышымызды, қара бұрышымызды салып, және 2 ас қасық ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз да. Бір ыдысқа бөлек жарты шай қасық соданы және жарты шай қасық уксусымызды араластырып, дайын болған смесіміздің үстіне барлығын құйып, табамызды қыздырып, баяу отта жайлап пісіріп ала береміз. Табамызды газға қойып, үстіне кішкене сұйық майымызды құямыз да. Оладьиларымызды осындай формасына келтіріп, жайлап салып, баяу отта тез пісіріп аламыз. Оладьиміздің асты піскенде, үстіне осындай көпшіктер, тесіктер пайда болады. Содан уже піскенін білеміз. Үстін аз ғана уақытқа қойып, осындай алтын түске боялғанша әп-әдемі алып қыздырып пісіріп аламыз. Өте дәмді, жеңіл, балаларға өте жақсы, пайдалысы мол тамақ жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.